міне қараңдар, аралық займның стандарты міне промышленный жилищный займ 38 миллионға клиент алып жататын болса, мына шықты ғой 280.817 теңге шығады. Енді осы ақшаның қайсы процентке кетіп жатыр, қайсы негізгі қарызды жабуға кетеді, оны қалай есептейміз? Бұл 38 миллионға есептелген, иә? Дұрыс па? Неше пайызбен? 7,5%. Солай ма? Енді оны қалай есептейміз? Қараңдар, міне 38 миллионды аламыз, 7,5%-ын табамыз. Мына жылдық 2,850,000, дұрыс па? 38 миллиондікі. Оны 12-ге бөлетін болсақ, жылына, значит, банк 237.500 теңгесін, мына ақшаның 237.500 теңгесі неге кетеді екен? Процентке кетеді. Түсінікті ма? Сонда 280.817 ғой. Алып тастайсың 237.500. Сонда негізгі қарыз 43.317. Міне. Түсінікті ма? Бұл бір айдан кейін осындай болады. Енді мына негізгі қарыз азайды ғой. Бұрын 38 миллион еді ғой қарыз. Енді қанша? Дұрыс айтасың. 38 миллионды алып тастаймыз. Сонда 37.956.683 теңге келесі айға қарыз болып қалады. Содан тағы да қайта береміз. Жоқ, келесі жолы осыдан 7,5% есептейміз, түсіндің ба? Мынадан есептейсің, мынаны есептейсің, сол мына жақта сонда процент чуть-чуть азаяды ғой процент. Мынанікі. Ну давайте сіздердің көзінен есептейінші, 37 миллион. 237 уже 229 теңге түседі. Уже көрдің ба? Көрдің ба? 230 қанша шамалы болса да арзандады. Түсінікті ма? Келесі жолы мынау енді қарыз 580 теңгеге. Сәл болса да көбейе береді. Түсінікті ма? Осылай неше ай кетеді? 15 ай кетеді, дұрыс па? Енді осыны примерно 15-ке көбейтсек, примерно 655 мыңдай не істейді екен? Грубо айтқанда. 655 мыңда азаяды ғой. Түсініңіз ба? Переходта мына ақшаны шешіп алу.